алтын аспаны, алтын дән даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы. Ежелде ер деген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Тәуелсіздік қасиетке толы тарихи киелі ұғым. Осы ұлы көште әр кезеңнің алар орны, шығар биігі бар. Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерінің тарихы, олардың қадір қасиеті мен мән мағынасының құндылығы бір бөлек. Сонау 1992 жылғы маусымның 4-інде қабылданған тарихи сәт елдігін одан әрі айқындады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері бекітілді. Мемлекеттік рәміздер біздің егемендігіміздің мызғымас негіздерінің бірі. Елбасының тәуелсіздік алтын күмбез болса, сол күмбезді тіреп тұрған 4 белгі ол рәміздеріміз: мемлекеттік елтаңба, мемлекеттік әнұран, мемлекеттік көк байрақ пен мемлекеттік қазақ тілі деген сөздері соның дәлелі. Балалар шығармашылығы мектебінің салтанатты шараларын ұлт рәміздерін мадақтаудан бастау өзіндік дәстүрге айналды. Тәрбиеленушілер бойына өнер шығармашылығын баулай отырып, рухани қасиетті асқақтатар тәрбие беру біздің парызымыз. Рәміздерімізді қастерлеу, оған құрметпен қарау, бойымыздағы елжандылығымыздың, отанға деген сүйіспеншілігіміздің бір белгісі. Халқымыздың рухын, ұлттық салт санасын, қаһармандығы мен даналығын, болашаққа деген үмітін, арман тілегін паш ететін, ортақ мақсатқа топтастырып, біріктіруші күшке ие мемлекеттік рәміздерді көзіміздің қарашығындай сақтап, қастерлей білейік. Ашық аспанда көк туымыз желбіреп, әнұранымыз асқақтай берсін.